Мен гүл қоюға сәл кешігіп қалдым, көшені жауып тастаған екен. Милициялар қоршап. Содан неде Жұлдызда кафе ма, ресторан ба, сонда ас береді деген соң жігіттер айтып еді алдында. Астанада болып келгем. Нағыз желтоқсан деген қор ашқан екен. Жігіттер солар апталық өткіземіз деп, соны 3 күнде қатысып қайтқам, Астанада болып. Дөңгелек столы бар, сол музейлерде кездесу өткізіп. Соның 17-сінде аға келмесеңіз болмайды, осында ит жоқ жерде шошқыр өт деген, сотталған өзіміз болмасақ, тағы біреулер шығып, жалған желтоқсандықтар қаптап кетті, солар сөйлейді ан жерде. Сондықтан келсеңіз деп сұраған соң бардым. Мен бірінші рет барып тұрмын астына. Алдыңғы жылы да сонда болған, бірақ бізді Жаңаөзен несіне қырғынына байланысты 8 адамды бізді ұстап, Роудада жатқан біз ол кезде қамауда. Сондықтан мен бара алған жоқпын, былтыр өзім барған жоқпын. Өйткені жалған желтоқсандықтардың қасына отырғым келмейді да, неше түрлі алаяқтар қаптап кетті, желтоқсан атын жамылып, пәтер алып жүрген, ақша алып жүрген үкіметтен мақтап үкіметті. Енді бұл жол барып едім, сол астына бардым, біз енді Амантай қажы төрде өзіміз бөлек столда отырдық, Шора, Қарабаев, Батыр Құдайберген, тағы басқа желтоқсандықтар отырдық. Одан кейін Амантай қажы сөз берді. Амантай қажы нағыз желтоқсандықтар туралы сөйлеп. Одан кейін маған әкімшіліктен әкім Мамай деген тіл департаментінің басшысы деймін, жүргізуші. Сол сөз берді. Біздің алдымызда шынында да жаңа жалған бір желтоқсандықтарға сөз берді. Біз үндемей отырдық, шыдап бәрібір. Олар мақтады. Үкіметті мақтап, берген асты мақтап. Соң мен үшеуі бірдей мақтап кетті. Талғат Рысқұлбеков, Қайраттың інісі, Гүлбақырам Жүніс деген жалған желтоқсандашы ісі қаралды, тергеуде қылмысын мойындатылды. Рузиевтің анықтама қағазымен 2 бөлме пәтер алған анықталды, қылмысы мойындады. Біразын қысқартып тастап отыр. Өз адамдар болғандықтан деп ойлаймын. Әкімшілік. Содан әгілер сөйлеп, бәрі мақтап билікті. Осы соңғы нүкте желтоқсан деді, халықтың көтерілісі деді. Соң маған сөз бергенде айттым, енді ол дұрыс, енді атап өту керек, асты беру керек, бірақ барлығы осымен бітті, соңғы нүкте қойылды желтоқсанға, халық жеңіске жетті деп, өйтіп аса көпірудің қажет жоқ. Бір күн тамақ берді екен деп, Қазақстанның халқының жағдайын басқа ресторанның сыртында халықты ұмытып кетпеңдер дедім жағдайын. Мынау шын мәнінде халқымыз желтоқсандықтардың еткен еңбегінің жемісін көретіндей болсын, сол күнге аман-есен бәріміз жетейік деп сондай сөздер айттым. Ешкімнің атын атаған жоқпын, түсін түстеген жоқпын, жалпылама тілегімді айттым. Бірақ анау сол аяғына қарай кімге Шақановқа сөз берді. Сол кезде Шақанов тұрып алды да, мен болмасам желтоқсан көтерілісі болмас еді деді, деп түзетіп, нашақор деген атпен қалар едіңдер дейді. Мен ақтаған бәрінді деді ма. Енді бізді нашақор емес екенін желтоқсанда шыққан бүкіл қазақ біледі ғой. Ол Мәскеу айтты екен деп сол атақ бізге қалмайды ғой, Шақанов болмаса да. Одан кейін тағы неме деді? Тілден айырылар едіңдер, тағы бірдеңе, Қазақстанды ұлт болып кетер едіңдер, доктрина дейді. Мен білем, доктрина ішінде Қазақстандық ұлт деген бір сөз жоқ, шын мәнінде. Сөйтіп бір кезде Тұманбай Молдағалиев, Кекілбаев, Әбіш, мені сатқан, КГБ-ға мен үстімен арыз жазған деді ма, енді оны Тұманбай өліп қалды, қалай дәлелдейміз оны. Одан кейін мен болмасам тексерілмей қалар еді желтоқсан көтерілісі, Қадыр Мырзалиев үкіметтің ығында кеткен болатын деп оған тиісті. Сөйтіп еткенге ма бір топ әйел, жігіттер барып Шақановпен ұрысып жатқан, ол не айғайласып жатқандарын кетіңдер деп қуалап жатқан Шақанов. Кетіңдер, барыңдар деп. Солай айғайласып қалды, соны өлген азаматтарымызға, ағаларымызға тіл тигізгендіктен болар деймін. Біз енді отырдық оны. Соны жаңа Гүлбақырам Жүніс дегеннің туралы қағаз таратылды сол жерде. Ол енді анау Лепесбаева біздің Гүлнар оны сотқа беріп, содан Гүлбақырамның 1 жыл 8 ай тексеріп, оны ішкі істер департаменті Алматы қалалық. Сол Гүлбақырамның Абайдолла Рузиев деген желтоқсандықтың қағазын өшіріп, өз фамилиясын жазып, 2 бөлмелі пәтер алған дәлелдеген. Бірақ ол мерзім өтіп кетті, ол қылмыс деген сияқты қылмысын мойындатқан болған.
деген сияқты істі жауып тастап отыр. Енді Лепесбаев өзі қайттан берем деп отыр, ары қарай жапқан дұрыс емес ол деп. Сөйткен. Сол қағаз қаулы таратылды ма, Абайдолла әкелді ма, жаңағы пәтерін алып қойған үшін Гүлбақрам. Сол жерде Гүлбақрам шу көтерді. Маған келіп, сіз таратқан дейді, мен таратқанды менің қағазым емес қой, ішкі істер департаментінің қағазы. Претензияң болса бар да соған айт деп. Сол Шақановты айтпақшы. Бірақ Қасен Қожахмет мені сотқа шақыртып жүр дейді. Сотқа 2 жыл болған шақыртқаныма. Ол пресс-релиздің қағазы әр журналистің қолында 2 жылдан бері жүр. Сөйтіп екеуі бірдеңе болса маған шаптығатта. Ал шынымен де сотқа бергенмін Шақановты. Бізді КГБ деп, мені КГБ деп, тағы жақ жігіттер сөз таратып жүр желтоқсандықтарды. Соны айтқан мен. КГБ сотқа келді, сол сөзіңді дәлелде. КГБ болып біз кімді ұстап беріп біз? Сол адамды ертіп кел. Сотқа келіп дәлелдесеңіз, бұрыш-бұрышта өсек таратпай деп айтқан. Бірақ сот оны 2 сот болмай қалды, шақырмайды. Арызыңыз дұрыс жазбапсыз, ана мына деп. Сөйтіп оны соттан құтқарып жүр. Ол бұрыннан 2 жыл болды белгілі. Соқтан олардың дәл кеше неменеге шатақ шығарғандарын біз енді орнынан тұрған жоқ мен. Стол басында отырдық, төмен жақта айғайласып жатқан өздері. Қайраттың інісі Талғат деген, Қайрат Осыпбектің, ол енді қайда мен ол өте нетіп сөйледі енді. Ағасы нетті ғой енді, зардап шеккенін білеміз, қаза болды, бәріміз аруақты құрметтейміз. Мен едім соны Ербол Сыпатаев пен Қайрат Рысқұлбековке халық батыр атағы берілсін деп, сұмның қасында әлі совет құламай тұрып, талап етіп, киіз үйге жазып қойып, соны сұрап едік. Енді ол аса марапаттау Қайраттың атынан әрине жараспайды, билікті марапаттау. Сол билікті Қайратты өлтірген адамдар отыр ғой, әлі көпшілігі. Органдарда істеп жүр, пенсия алып жүр, құрметті деп баяғы дәрежелі. Үкіметте отыр. Сондықтан енді ағасы оны өлтірген үкіметті үйтіп мадақтау енді ол жақсылық емес. Содан кейін жаңағы Гүлбақрам Жүністің жағдайын білет. Жалған желтоқсанда екенін әшкереленгенін тергеушілер сойты тұра, әкімшілік солған сөз берді бірінші. Оның кейін Нұрлыбек деген біреу бар тағы. Ол да сотталмаған. Оған соған сөз берді. Ал сотталғандарға сөз берген жоқ. Маған ғана берді. Басқаларға берген жоқ. Шақанов желтоқсандықтардың емес, сол әкімшіліктің қасында отырды. Қалалық Алматы қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөлімі, орынбасар әкімнің, тағы да басқа сонда аппараттармен бір столда отырды. Сол жерде тұрып, жаңағы айқайлап, мен Қасенді құртып жіберем дейді. Мен құртатындай кім ол? Значит, Москвамен, баяғы КГБ-лармен байланысы бар ма әлде? Мені құртатындай қандай күші бар оның? Жекпе-жекке шақырама, 70-тен асқан адам. Мен 65-темін. Сол құртып жіберем дегенде қарағанда, шынында да сол артында үкіметтің күшіне сеніп тұр деймін. Әйтпесе қалай құртады ол мені? Осындай айқай салып, жаңағы өлген адамдардың аруағын қорлап, жаңағы тіл тигізіп, сөйткен енді 72 жастағы адамға Шақановқа жараспайтын шаруа.